أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Бүгін имам Науауидің 40 хадис жинағының 40-шы хадисіне қысқаша тоқталатын боламыз. Ан ибн Умар радиаллаху анхума قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Хадистің аудармасы. Ибн Умар радиаллаху анхума жеткізуде: бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам менің иығымнан алды дағы былай деді: бұл дүниеде бейне бір бөтен адамдай немесе жолаушыдай бол, деді. Хадистің қысқаша түсіндірмесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисінде әрбір мұсылман адамға бұл дүниеменен қандай мәміледе болу керек екенін үйретуде. Әрбір адамның дүниесі ажалменен аяқталады. Содан кейін оның ақыреті басталады. Ендеше әрбір адам өзінің ақыретіне жұмыс жасау керек. Бұл дүние мұсылман адам үшін өзінің бір бақшасы іспетті. Адам бақшасына кіргеннен кейін ол жерді тазалайды. Ол жерді аударады, егін егеді, егінін баптайды. Алайда оның жемісін ол ақыретте алатын болады. Ендеше бұл дүниеге қатты құнығудың қажеті жоқ. Бұл дүниеде ақыретке баратын игі істерді көбінше жасау керек. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл дүниеде мұсылман адамның бейне бір жолаушы сияқты, немесе бөтен елден келген және де осы жерде бір бөтен болып жүрген адам сияқты бол деуде. Себебі мұсылман адамның негізгі тұрағы, негізгі отаны жәннат мекені. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл хадисінен көптеген уағыздар, көптеген насихаттар, көптеген хикметтер алуға болады. Мұсылман адам қашанда ақыретін естен шығармау керек. Бірақтан бұл деген мұсылман адамның дүниелік істердің барлығын ысырып қою керек деген мағына шықпайды. Себебі Құран аяттарына қарайтын болсақ, Аллаху Тағала адам баласын сифаттаған кезде «Инни жаилун фил арды халифа», расында мен жердің бетінде халифа жасамақпын деді. Адам баласын жер бетінің халифасы деген, яғни оны өркендеуші, көркейтуші деген мағынаны білдіреді. Және де Құранның басқа аятында Алла Тағала дүниедегі мәмілеге қатысты وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ деген. Яғни, Алланың беріп жатқан нәрселерменен ақыретіңді көзде. Алайда дүниені де мүлден естен шығарып қойма. Дүниедегі нәсібіңді тәрк етпе. Алла саған қалай жақсылық еткен болса, сен де солай жақсылық ет деген. Демек, әрбір мұсылман бұл дүниеде өзінің орнын білу керек. Алланың беріп атқан нығметтерінің барлығын орынды жарату керек. Дүниеде де әдеттегі адам сияқты өмір сүру керек, алайда ол іс-әрекеттерінің барлығыменен ақыреті үшін жемісін дайындау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жоғарыдағы айтылған хадисін жеткізгеннен кейін Ибн Умар радиаллаху анхума былай деп өсиет айтатын болған: وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. Егер кешке дейін өмір сүрген болсаң, таңның атуын күтпе. Сол сияқты, таңды аман есен аттырсаң, онда кешке дейінгі уақытыңды күтпе. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Денсаулығың бар кезде ауырғанға дейінгі әрекетіңді жасап қал. Сол сияқты өмірің бар кезде өлгенге дейін тіршілігіңді жасап қал деп өзінің өсиетін айтатын болған. Ибн Умар радиаллаху анхума бұл өсиетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жоғарыдағы айтқан хадисіменен тікелей ұштастырған. Яғни, адамға Алла Тағала нығмет беріп тұрған кезінде, оның денсаулығы барында барынша істеуі керек, игі істердің барлығын жасау керек. Ол үшін ертең істеймін, кешке істеймін, таң атсын азаңда істеймін деген сияқты нәрселерді жасау қажет емес. Қолда бар кезде істеп қалу керек. Денсаулық бар кезде және де адамның өмірі бар кезде осылардың қадірін білу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа бір хадисінде айтады: «Ниъматан мағбунун фихима касиру минан нас, ас-сахха вал фарағ». Екі нығмет бар. Адамдардың көпшілігі бұл екеуісінен бейғам қалуда. Олар адамның денсаулығы менен бос уақытысы. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.